ішім пісіп кетті. Мен телефоннан жалығып кеттім. Не істесем болады екен? Мерей кезім қай? Алло, Мерей, қалайсың? Алло, Динас, шүкір жақсымын. Өзің қалайсың? Мен де шүкір жақсымын. Қазір боссың ба? Я, боспын. Бос болсаң онда кездесейік? Жарайды, кездесейік. Жақсы. Онда кездескенше. Сәлем, Динас. Сәлем, Мерей. Жай шақырдың ба? Я, жай ішейін. Ішім пісіп кетті. Телефоннан да жалығып кеттім. Мен де сол ішім пісіп кетті. Не істейміз? Мүмкін екеумізге бір орта хобби тапсақ. Я, бірақ қандай? Мүмкін бір музыкаға аспапта ойнап көрерміз. Жоқ, біз екеуміз де музыкаға жақын адамдар емеспіз ғой. Я. Онда тамақ істеп көрейік. Қой, жоқ. Мерей алдында есінде ма? Екеуміз бәлші істеп кетіп жіберген жоқпыз ба? Енді келесіде істегенде ас үйді де өртеп жіберерміз. Я, есімде, шынымен де. Онда айтпақшы мен әжем тоқыма тоқиды. Менің анам тоқыма тоқиды. Онда ата-анамыз істеп көрген затты біз де істей аламыз ғой. Я, келісем. Тоқыма тоқып көрейік? Онда не демастаймыз? Тарихын білмеген адамнан болашағы болмайды деп халқымыз бекер айтпаған. Сондықтан бірінші тарихты біліп алайық. Мен қай жердемін? Мына жерім барлығы ескі көне ғой. Мен бұрынғы заманға түсіп кеттім ба? Ожып. Ойбай, белім, айбем. Әже, Ал, өзім. бұл нешінші жылдар? Бұл 1960 жылдары. Мәссаған, сонда мен бұрынғы заманға түсіп кеттім ба? Бұл тоқыма ғой. Тарихын білмеген адамнан болашағы болмайды деп халқымыз бекер айтпаған. Әже, маған тоқыма туралы айтып бересіз ба? Әрине, қызым. Тоқыма кәсібі алғаш әйелдердің өсімдік талшықтары мен жүннен тұрпай киім тоқуынан басталады. Тоқыма кәсібі алғаш қауым адамдарының қарым-қатынасы мен еңбек тәсілдері негізінде бірте-бірте дамыды, қызым. Тоқыма тоқу көбінесе оңтүстік Қазақстан мен Жетісудың қалалық қоныстарында дамыған. Мақта тоқтарынан бата, боз, тор, шыт деп атайтын. Мал жүннен сырт киім үшін жүн мата тоқыды. Я, солай. Рахмет, әже, сізге көп нәрсе үйрендім. Оқаш жоқ, қызым. Мерей қайда екен? Телефонды алмайды. Мерей, қайда болдың? Мәссаған, Динас, мен қай жерде болғанымды естісең, сен сенбейтін шығарсың. Жүр, мен саған барлығын айтып беремін. Мәссаған, мен тоқыма тоқып жүргеніме 2 айдан асты. Саламатсың ба? Вау, мен бәрін сен тоқыдың ба? Я, мен тоқыдым. Әдемі, күшті екен. Рахмет. Сатасың ба? Сату? Я, сатамын. Қанша теңге? Бағасы неше деп айтсам екен? 1000 теңге. 1000 теңге десем арзан болып кетеді. 5000 теңге. Ол қымбат. 2000 теңге. 2000 теңге? Я. Жарайды. Без проблем. Рахмет. Оқасы жоқ, саған рахмет. Қолым дерт көрмесін, балақай. Амин. Мен енді осылай тоқыма тоқып ақша таба аламын ба? Мен оны болашақта мамандыққа да айналдыра аламын ғой. Динас, қара, менде 2000 теңге бар. Қайдан тауып? Ұрлап кеттің бәрді. Өзі үшін ақша ма? Қайдағы ұрлаған? Мен тоқыма тоқып, менен бір апай сатып алған. Қойшым ба не? Мерей, онда екеуміз тоқып, соны сатып, бұны болашаққа мамандыққа айналдырайық. Екеуміз сонда зауыт ашып, миллионер бола аламыз ғой. Я. Онда екеуміз жүр кетіп тезірек тоқиық. Бүгінгі болашақ ұрпақ ертеңгі қоғамның иесі, сол қоғамның иелері. Халқымыздың тұрмыс қажеттілігінен туындаған ұлттық өнер мұраларын сақтап, сұрыптап, қазіргі уақытта сәнді етіп, ұлттық мәдениетімізді қолданбалы сәндік қолөнермен өркендету. Халқымыздың ұмытылып бара жатқан мәдени мұрасы тоқыма өнерін жаңғырту және халқымыздың ежелден келе жатқан көне де ізгі дәстүр арқылы қазіргі заманымызға лайықты сапа түр беріп, сәндік қолөнерді дамыту.